Мына Құран. Құран туралы кейін менің саяси кеңеске келгеннен кейін мен бүгін оқып отырдық арасында мұғай. Өкімет өзі бір талап қойды. Мен осыған дін саласына талап қойдым. Әңгіме салаға шыңғырған келіп жүргенде. Сені біз осыған қатынастырамыз, қатынастырған уақытта сен дини саладан қатынастырамыз. Өйткені сен дини саладан білімің де басқаларға қарағанда жоғары. Және сенің жалақ авратың да басым түседі. Сондықтан сен дін саладан қатынассаң болады дегеннен кейін мен ойланып, мен оқып орын саласың деп ана кісілер кішкене оғанымнан қарамағаннан кейін болды, енді сол саладан қатынасайын деп осыған қатынастым. Енді сонда осыған қатынасқаннан кейін мен жоғарғы мені таныды. Сонымен мысалы мемлекеттік ислам қоғамының мүшесі болдым. Автоном райондық ислам қоғамының тұрақты жарасы болдым. Автоном райондық полиция қоғамының мүшесі қатарында осы сықылды қызметтерді болдым. Осы сықылды қызметтерді болғаннан кейін жоғарғы орынға таныды. Танығаннан кейін бір мына автоном район ислам қоғамы осы жағына. Онан кейін мына ұлттық істер комитеті осылар бір талап қойды. Құран ойғыршы жарық көріп кетті. Сондықтан біздің қазақ сөзінде Құранға сөйлесе болмай ма? Сонда осыған енді кім аудар olsun деген уақытта осы міндет саған жүктеп отырмыз. Өйткені сен арабша білесің. Екінші жақтан тік аудара аласың деген талаптарды қойды. Сосын осы талап қуза болып жүрген, бірақ оның алдында да ойластырып жүргенмін. Сонан кейін барып 1987 жылдан бастап мен осы Құранға кірістім. Құранға кіріскеннен кейін екі ортада бір уақиға болды. 87 жылы мен осыған кірісіп бастап қойған уақытында осының алдында мен бір хадис аудардым. Хадис деген сөз Мұхаммед пайғамбардың аузынан шыққан үзінді. Сол талдап 405 тал үзіндіні мен аударып ана Бейжіңге барғанда бір ғана бардым. Ондағы мақсатым ұлттар баспасына басып жүрген. Сосын ұлттар баспасына танысып қалдық, соған бардық. Соған барсақ хадисіңізді тастап кетіңіз, бірақ бізді арабшаны білмейміз, редакциялаймыз, енді ана сөз байламы жақтан көреміз деді. Нұрбек сізге бір талап қоймақшымыз деді. Ол талап қайсы деді? Мана бір Құран аудармасы келген екен, қазақша осыны редакциялайтын адам жоқ, сіз редакциялап берсеңіз деді. Әкел Құран десем, бұл Тарбатайда Мұхаммед имам деген кісінің аударған екен. Ол 90 неше жасқа келіп былтыр қайтыс болды. Сосын мұны оқып көрсем, бұл қазақ тілінде аударылмаған, Шағатай тілі бар ғой, қысқасы бұрынғы шалдыр тілі, біз осы ретте аударылған. Әкесі тегінде. Атымда тағалым Әбдіқадыр Дамолдан бет, сол тегінде арабта оқыған деп. Сол аударып кеткен бір Құраны бар, баспаға басып деген. Мен межелеп, осы Құран ғой деп ойладым. Сосын үйге келгеннен кейін бұған сөніп қалам жоқ, сол Құранды аудардым. Аударғаннан кейін ана інім Мақаш екеуміз қоса аудардық. Мақаштың да қабілияты, мына дини қабілияты мен оқыш істеуге болады. Сонымен аударып, 5 бар аударып жүрген уақытта 88 жылы Түркияға бардым. Түркияға барғанда Мақашқа тапсырып кеттім. Мен Түркияда тура жарым жылдан артық. Қайтып келсем, Мақаш жиын 10 параға жеткізді. Мен 15 аударғым, ана 10 аудардым, 15 болды. Енді қайтып келгеннен кейін ойбай өмір болып қалған екен, жарым бітірейік дедік те 90 жылға жетейін мен қалған 15-ті 10,5 парасын аудардым. Мақаш 4,5 пара аударды. Сонда Мақаштың аударған 14,5 пара, менікі 15,5 пара, бір парадан артық. Екеуміз ортақпыз.